Достар, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Назгүл. Бүгін осындай керемет десерт дайындайтын боламыз. Бөлек ыдысты алып, ішіне асханаға арналған пленканы салып жақсылап төсейік. Кружкаға агар-агар немесе желатинді қойып, үстінен жарты стақан су құйып, жақсылап араластырып, бұқтырып қоямыз. Десертімізге салу үшін мейіз бен кептірілген өрікті қосамыз. Жақсылап жуып, тазалап, төрт бұрыштап өрікті кесеміз және мейізді екіге бөліп тураймыз. Бұл десерт арықтауға бел бусаңыз өте керемет басар болып табылады. Мейіз бен өрікті турап болдық, бөлек қоямыз. Бөлек ыдысқа 5% 500 грамм сүзбені салып, оған ешқандай қоспасы жоқ табиғи йогуртты қосамыз. 2 ас қасық қант немесе бал, мен ванильді қант болғанымен соны қостым. Барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз, блендермен өткіземіз. Блендермен езген кезде консистенция осындай қоюлы біркелкі болу керек. Блендермен езіп болғаннан кейін бұқтырылған желатинді жарты минутқа микротолқынды пешке қойып жылытып аламыз. Сүзбемізге қосып араластырамыз. Желатин немесе агар-агардан кейін өрік пен мейізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала дайындалған ыдысымызға құямыз да тоңазытқышқа 4 сағатқа қатқанға дейін қоямыз. Достар, біздің пайдалы әрі дәмді десертіміз дайын. 4 сағатта осылай болып қатты. Тіске басар ретінде немесе жұмысқа 5-тің шайына алып кетсе болады. Ас болсын достар, сіздер де жасап көріңіздер.